Байланыш бар екен. Саягүл, ардағым, айтсам дейм саға, арманым, қиялым бар еңсеген. Қоңшы тұрған екелдің, арттыра тұрған дарманын. 21-ші ғылымда ішкі ашырсақ егерде. Оңдой теле тезеле, қазақ қырғыз чарбағын. Байке, барма арманың. Бар болса онда сарнағын. Көпті көрген көнегөз, қай жаққа салар қармағын. 60-қа келгенде ағамыз бар еді деп армадым, тістеп отыр бармағын. Үлкендердің арманынан қорқамыз. Жан түршігерлік жан жағым. Арманымды орындаймын деп төңкеріп жатыр төңіректі Путин деген шалдарың. Ондай қорқынышты арман айтпаңыз. Қырғыздан шыққан қабыланым, нарынан шыққан наруланым. Ал айтыңыз, тыңдайын. Арманыңыз орындала ма? Айталмаймын ол жағын. Бірақ айт десем арманыңызды деп жүрмеңіз, тоғала алмадым. Жалжалым. Тоқолды айтат қайдағыл. Ниетім жоқ, еш андай. Баш оры қылбайым, ал жағын. Қиялым айтсам мамындай. Қырғыз қазақ ардағым, Евросайыз сияқты қалай телем ылайым. Бажысын алып салғанын, қатышын улап егізел, өнігүйге барғанын. Путин улап биліктен, Лукашенко, Тоқоев, Рахмон деген чалдарың тазаланса биліктен, Таланбай Борбор Азия тоқтатмақ евақ бардагын. Кем ақыл чоңдор сатмақпы, кем пираваттай чарбағын. Тоташты сата берчүдөй, той боғын төбел хандарың. Тово дебей жер суыны тоқтатпай тартып алғанын. Топтолғондор саммитте, топтову менен о дүйнө тоғаланып кетмейін. Тоғатпойд бұлар, тоғатпойд. Томаяқ елдің арманын. Байке, арманыңызден де Аяз атаға айтпасаңыз қиындау екен сәл. Сіздер біздер түркілердің ұрпағы, тіпті венгрлер бабалардың ұнтағы. Өзбек түркмен түріктерім туысқан, бір-біріне бауыр баспай жүр тағы. Кремльге жағынам деп жамандап, бірін-бірі түркі жұрты құртады. Еуродақты көрсем одақ құрбым кеп тұрад, бізде ондай мүмкіншілік жоқ бірақ. Ертең күні бір-бірімен сыйыспай, бірін маңқа, бірін сатқын деп шығад. Қызуғанды көшпенді елегесі, экспортқа заттар емес от шығад. Әскери одақ құрар кез келді, саясатта талшыбықтай тербелді. Экономикалық одақ қалы ертелеу, тек Түркияның мықты екенін көз көрді. Жалпы ішкөніммен экспортты көбейтіп, дамыту керек әуелі түркі елдерді. Еуродақты көрсем, одақ құрғым кеп тұрад, түркі жұрты жайлап соған бет бұрад. Мына жақтан Ши Цзиньпин шешелеп, бомба құшақтап Путин де кеп тұрад. Түркі одағына адал болам десемдей, Еуразиялық одақтан
әлі шыққам жоқ бірақ, сондықтан да арманыңа асығыстық жоқ бірақ. Батыстың қорқпаш керек өрнөгінен. Қорқом мен түрк тілінде бордош елдің диктатор хандарының өрдөгінен түлкідей итайымбыз мұсылмандар. Бір-бірін қолдай албай келгенінен, азаттық, еркіндікті көмгөнінен, азабын өзі тартып келатпайбы, абайдай асыл инсан өлгөнінен. Арданам, қазақ қырғыз білімсіз ел, абайдай ақылмандың көйгөйінен, асылдықты бағалабай, ақшыда азамат алтайсымал ерлерінен ақылдың қазынасын алмақ тұрғай, аларды дұшман санап бөлгөнін ей, аттың арман көргөмін ей. Артта қалдық емін үшін, білесің бе? Аң сезімі қазақтың, қырғыздың да алыс шықпай, тоғыташтан чөл жерінен. Алам чалқып жатса да, дүйнөсі тар, атыгүл, дүйнөсі тар, көйнөгінен. Аға, ол заман әлде сол заман ғой, ертең не боларын кім біледі. Мұстафа Шоқай аңсаған, бірігердеймін тұран елім ай, қыран елім ай. Абайды да сабаған, Ахметтерді қамаған, мұнар елім ай, кінәл елім ай. Қырғыздарым азаттыққа қарсы шықпа, жарандарым ай, арандадың ай. Ақиқатты ол айтпаса, қалмайды ғой амалдарың ай, қамалғаның ай. Азаттық кетсе, сөз еркіндігі не боларын кім біледі? Кім біледі? Жемқорларды жаттатқызып, шалған ұран жаттатқызып, пропаганда жүргізеді, жүргізеді. Астана 11 президент, қадамын басты біз жаққа қарай, қарсалды Тоқаев ағай. Ердоған Путин деп келді, жапарып буынып белді, Эмомалиді ұрам деді ай, қырам деді ай, ОДКБ-дан шығам деді ай. ОДКБ не боларын бұдан әрі кім біледі, кім біледі? ОДКБ әскерлерінде қазаққа кіргізеді, кіргізеді. Қырғыз тәжік Қырғызстанда бейтараптық білгізеді, түрк әскері бірікпесең Путин әмір жүргізеді, жүргізеді. Еркіндікті шектеген Евразия ұйымдары құрысын, ОДКБ баш болып, қауіпсіздік деп мұнысын, жымсалдаған диктатор Путин шүмшік қарайлап, өнөктердің тандай албай дұрысын, Азияның елдерін азғыр албай азаттыққа тағып келет құрысын. Астанаға келгені амал айла бүтпөгөн, диктаторға өзүндөй пайдубалды түптөгөн, союз курсам дегени Кремльді күштөгөн. Алдуу күштүү болсом деп Лукашенко, Токаев, Рахмон жана башкага көшөгөнүн артынан қаңқор путлер билдирбей далай милдет жүктөгөн. Түбүн кара,
тарыхтын. Жөн айтып атасыз. Түй ушул Россия. Азыр деле карасаң, ак падыша заманы түрдүү амалы. Түрк тилинде мыктынын канчасын камады. Орускасын айткандын оозу мурду канады. Мустафа Шохай сыяктуу эр азамат кайрандар лагерь түрмө дегендин канчасына айдалган. Жусуп, Касым, Төрөкул далай мыкты жайланган. Кырды кой бәрін. Ошондуктан Саягүл, өнөктөшүм, Кремльдин карабай, кабак кашын, казак, кыргыз, өзбек, тажигиң да Москвадан издебей табакташын. Евросоюз сыяктуу уюм куруп, өзүн сыйлап, урматтап аластасын. Кең дүйнөгө ажоолор кенен карап, кем акылдуу Путинге карашпасын. Бөтөнсүнбөй бир-бирин достук орноп, бөлөк элдин жер суусун талашпасын. Ал аға, осымен есен болыңыз. Есті сөзден ел есіне сақтар керегін. Келесі кездескенше аман болыңыз. Саяш, бүгүнкү айтышыбыздагы өнөр сүйүүчүлөргө кызык болгон чыгар мүмкүн. Ал эми казак, кыргыз, боордош элге айтарым, айтысмаса жана айтайт YouTube каналыбызга катталып коюңуздар, пикирлерди калтырыңыздар, жана башкалар менен бөлүшүңүздөр.